Казминералс ұсынады. Арулар командасы. Казминералс компаниясында 3000-ға жуық әйел жұмыс істейді. Бұл үлкен өндірістік компаниямыздың қызметкерлерінің 5-тен 1 бөлігі. Нәзік жанды әріптестеріміздің орта жасы 39 жас. Казминералс әйелдері түрлі лауазымдарда жұмыс істейді. Олар жұмысты да басқарады, өздері де оны дербес орындайды. Әйелдер кейбір командалар мен қызметтердің көп бөлігін құрайды. Айталық, қаржылық қызмет, қызметкерлерді басқару және сапаны бақылау қызметтері сияқты топтарда әйелдердің үлесі басым. Бұл командаларда орта есеппен 10 адамның 7-і әйелдер. Бірақ әйелдер сирек кездесетін ұжымдар да бар. Ол жұмыстың ерекшелігіне немесе еңбек жағдайларына байланысты. Қырғызстандағы Шамалтысай базасында 2 әйел ғана жұмыс істейді. Ал қауіпсіздік қызметінде 4 әйел еңбек етеді. Жер асты кеніштерінде 342 әйел еңбек етеді. Бірақ бұл кәсіпорын жұмысшыларының арасындағы әйелдердің үлесі бар жоғы 9% ғана. Мұндайдың себептерінің бірі заңнамалық шектеулер. Сату қызметі мен заңгерлік бөлімдерді гендерлік тепе-теңдік тұрғысынан өте жақсы деп айтуға болады. Жалпы әйелдер Шығыс Түстімет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде. Топтың әр 10 әйелінің 6-ы осы дивизион кәсіпорындарында жұмыс істейді. Біздің әйел әріптестеріміздің арасында тек ерлердің саласы болып саналып келген үлкен жүк көліктерінің жүргізушісі мамандығын игергендер де бар. Жұмыс күнін ауысымды немесе вахтаны аяқтағаннан кейін олар үйге асығады. Біреуді сүйікті хоббиі, біреуді отбасы мен балалары күтеді. Казминералстағы әр 10 әйелдің шамамен 7-і балалы. Кейбіреуінде 1 бала, ал кейбіреуінде 3 және одан да көп бала бар. Ару әріптестеріміз жұмыста да үйде де шаруаларды атқарып үлгереді. Өздерінде ұмытпайды. Спортпен шұғылданады. Өзін-өзі дамытуға және сүйікті істеріне уақыт бөледі. Міне Казминералс тобының арулары осындай. Олар әртүрлі, бірақ бәрі кәсіп қой.